Біз халықаралық Дубай кубогы шеңберінде Нугулды неге көрмедік? Нугул неге бәйгеге қатыспады? Өте жақсы орынды сұрақ. Қай жерден алдыңыз, қаншаға алдыңыз, неге таңдау Нугулға түсті? Бапкер туралы білгісі келетіндер көп. Бупат Симар көпшілік күткендей өнер көрсетпеді деп айтсақ та болатын шығар. Оған не себеп болды? Азаннан да енді өзімді үлкен үміт күткенмін. Бүгінгі таңға дейін Принц Роузға үй ішімізбен рахмет айтамыз. Қазақтың көк туын желбіртсем деген арманым бар. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, назарларыңызда Дәуір-дүбір бағдарламасы. Өздеріңіз көріп тұрсыздар, біз Дубайдың төріндегі Мейдан ипподромындамыз. Бүгін біз эксклюзивті сұхбат жазғалы отырмыз. Бүгінгі бағдарламамыздың қонағы атбегі Марат Көшеров ағамыз. Аға, уақыт бөліп бізге сұхбат беруге келіскенің үшін алғыс айтамыз. Енді эксклюзив деп айтып қалдық. Бұған дейін Марат ағамыз ешбір телеарнаға болмаса YouTube каналдарға сұхбат бермеген, бірінші рет сұхбат бергелі тұр. Жалпы қобалжу бар ма, көңіл күйіңіз қалай? Біз спортшымызға қобалжу болмайды ғой бізде. Жақсы. Енді қазір жанып тұрған сұрақтан бастайынша, көпшілік көрермен маған да жазып жатыр, мүмкін сізге де жазып жатқан шығар. Біз халықаралық Дубай кубогы шеңберінде Нугулды неге көрмедік? Нугул неге бәйгеге қатыспады? Өте жақсы орынды сұрақ. Нугул майдың 8 күні жасы 3 келеді. Сол себептен мен енді осы ат спортына біраз жылдар уақыт бөлдім. Соның Нугулдың дайындығы, сосын жасы сәл келіңкіремеді. Бұл енді паш етіп шапқанымен Нугул сәл әлі сүйек жарып әлі өз-өзіне келген жоқ. Спортшы ретінде. Сондықтан біраз сабырлық танытып, осындай тренермен бір келісімге келіп, Нугулды ала қаласа келесі маусымға қалдырдық. Дубай дербиіне қатысуға мүмкіндігі бар еді, жеңетіндей жағдайы бар еді деген сөздерді естіп жатқан шығарсыз. Оған не дейсіз? Ол енді көптеген профессионалдар звондап сұрап жатыр. Неге Нугулды қоспадық, не себептен қоспадық? Үлкен мүмкіндігі болды, дербидің бас жүлдесінде алып қалатындай мүмкіншілігі болды. Бірақ Бупат тренер енді өте тәжірибелі тренер. Тренердің әңгімесі атымыз келесі жылға барын беріп қойып, жаңағы жанып кетпесін, енді күшін сарқып қоя ма деді ма, енді ол жалпы дейтін аттың өзінің бір ресурсы болады ғой. Білесіз ба, сол ресурстан ат асалмайды ешқашанда. Сол ресурсты біз 3-тен 4 жасқа қалдырып отыр ғой. Өйткені бұл қазір Японияда бір ат шапты, 2-ден 3-ке толмай қалған ат. Ол ат осы жерде дерби отты да, бірақ ақшқа барған кезде өнер көрсете алмады. Одан келесі жылдарда да соның барын анализ жасап, өзіміз енді Нугул кеш туғаннан кейін келесі маусымға қалдырдық. Нақты ат өз-өзіне келіп, жинақ ол формасын жинап, жасы бәрі толып, содан кейін шығарамыз. Өйткені бұндай Нугул сияқты аттар көп жиі кездесе бермейді. Бұл енді білесіз шығар өзіңіз, енді ол бақ қой. Дубай, қателеспем, Голден Шахин 1200 спринтерлер шапты. Барлығы 30 келеді деп ойладық, бірақ Дарк Сафран бірінші болып келді. Дарк Сафран Нугулмен жарысқан. 3-ші келген. Сол жүйрік Дубай Голден Шахинді ұтып алды. Енді соған қарап, менде де және көрермендерде де ой келді. Нугулдың егер бабы болса, дәл осы бәйгені ұтуға мүмкіндік болатын еді, мүмкіндік бар еді деп. Енді алдағы уақытта, алдағы маусымда Нугул бұйырса жарыс алаңына шығады. Сол кезде оның бір кереметтей өнерін көреміз деген ойдамыз. Аға, енді негізгі көрермендердің сұрақтарын қойдым. Енді Нугул туралы мынаны білгіміз келеді. Қай жерден алдыңыз, қаншаға алдыңыз, неге таңдау Нугулға түсті? Нугул ондай аса қымбат ақшаға келген жоқ. ақш-тан алған елдің бәрі біледі. Жылда болатын аукцион, ол аукционға енді мен де қатыстым. Ол енді бұйрық шығар, жалпы аттың пішімі ұнады маған.
Мен енді ұшқыр жарысты өзіңіз білесіз, енді атты нағашы жағын қараймыз, енді әкесін қараймыз. Әкесі енді осы жерде Кантаграммер деген тұлпар, Дубай кубогын ұтқан тұлпарды берді, Тоналис. Бірақ Тоналис Ресейде ұзақ шақырма шабады, енді қашықтыққа 3200-ге, 2400-ден 2000-ға олар қатты өнер көрсете алмай жатыр. Нугулдің енді нағашылары сәл жылдамдығы жақсы болды, спринт жағы болды. Сондықтан енді жалпы өзінің пішімі де былай қарасақ енді спринтке де келеді, ұзын қашыққа да келеді. Жалпы сүйек бітімі ұнағасын алған осы атты негізі. Алып келді, бірінші бәйгесін осы жерде Дубайда шапты. Ол жерде бір болды. Одан кейінгі бәйгесі осы майданда шапты. Құнандардың арасында керемет шабыс көрсетті. Оны айтып та жүремін. Эрегиттің шабысын көрсетті. Сөреден кеш шыққанымен қуып жетіп, мәреден бірінші болып өтті. Бір келет деген ой болды ма? Шыныңызды айтыңызшы. Енді бір келет үміт қой енді біз. Үміт үзілмейді соңына дейін, мәреге дейін. Үміт үзілмейді. Өйткені Нугул өзіңіз білетін шығарсыз. Нугул Қазақстанда да, Ресейде де шапқан жоқ. Осы жерде келіп, бұл жерге енді үлкен үмітім болды. Қанша енді көп жылдар атқа бергенмен енді өзім іштей сендім. Өйткені Нугул өзінің бір ерекшелігі бар. Бұны осы сұхбатта айтпай қойын. Бір уақыт келер ол күнге де. Сол бір ерекшелігі бар. Содан ат өзі маған бір үміт берді. Енді бұйрық Алладан осы жерге келіп, екі шабысында да тамаша нәтиже көрсетті. Бұл енді басы деп ойлаймын, өйткені Нугул мінезі де өзі бір келісті тұлпар. Сабырлы, сосын өзіне сенімді. Бұл ең соңынан шыққан себебі сәл ана қасындағы атпен Нугул жаңа боксқа кірген кезде ерегісіп қалды. Өзде енді сол дұрыстап қарасаңыз, сол кезде кішкене қасындағы атқа алаңдап қалды. Сол кезде кеш шықты, бірақ оның сонысына қарамай енді өте жақсы шабыс көрсетті. Өте жақсы жылдамдық көрсетті. Енді мінез ғой, мінез. Жалпы аттың өзінің мінезі бар. Енді бұны сұрап отырған себебім, кейбір аттар үнемі топтың артын алып шабады. Сөйтеді, мәреге бірінші болып кетеді. Ол енді үлкен тәуекел. Кей кезде аттың күші жетуі мүмкін, кейде жетпей қалуы мүмкін. Енді білгім келіп отқаны, Нугулда ол әдет па, жоқ әлде сол кезде ғана болған жағдай ма дегенім ғой? Жоқ, ол әдет. Жалпы өзі сөйтіп шабады. Кеш қозғалады. Кеш қозғалады. Басында енді бар күшін сала алмайды да. Сосын бұл енді айта кетсек, біздің Шыңғыс Бақытжан тренердің және біздің бапкер, одан қалды үстіне мініп жүрген шабандозымыз Рахаттың үлкен еңбегі. Бала күніне сөйтіп тәрбиеледі олар. Бапкер туралы білгісі келетіндер көп. Бупат Симар, білікті бапкер, бұған дейін Кентукки дербиге ат қосып жүлдеге ие болды. Осы жерде былтыр Лорел Ривері халықаралық Дубай кубогын жеңіп алды. Не себептен Бупат Симар таңдалды? Енді қарап отырсақ, қазір аралап та көрдік, ат белгілер де көп, ат қоралар да көп. Бупат Симардың таңдалуына не себеп болды? Бупат Симар көптеген тренерлермен таныспыз, ат қораларын көрдік. Бупат Симарда енді шын айтса тәртіп өте жақсы. Тазалығы, тәртіп бар жерде өзіңіз білесіз, енді нәтиже болады. Жалпы атқа подходы ерекше, байқаған шығарсыздар. Бупат әр шабысқа кем дегенде 3 аттан қосады, 5 ат қосқан күндері болды. Бірақ әр атты ол өзі ерттейді ол кісі. Ешқандай бапкер, ешқандай тренер өз аттарын Дубайдың жаңағы шабысында өздері ерттемейді. Оны ерттейтін ассистенттері бар, көмекшілері бар, конюхтары бар. Бупат ешкімге сенбейді. Алаңға ат шығардың алдында атты өзі ерттеп береді. Оның өзі бір ерекшелік. Енді осы Дубайға келу деген шын айтса енді бір 20 жылдық арманым ғой мен. Сол 20 жылда енді біз кетіп жүрдік. Қашан біз осы жерге келіп өнер көрсетеміз. Тренерлерді бақылап жүрдік. Сол Бупаттың бір ерекшелігі ат алаңға шығар алдында өзі ерттейді.
сол жер маған қатты ұнап қалды. Әр атқа ерекше көңіл бөледі, солай ма? Әрине, ат көп, өйткені Бупат Симар бүгінгі таңда енді номер 1 тренер деп айтсақ болады. Сондықтан ол кісіге көп ат иесілері атын қойғысы келеді. Ешкім таныстырған жоқ. Бупатпен осы жерде бір-бірімізді көріп жүрдік. Былтырғы маусымда Херомо деген тұлпар өнер көрсетті, өзіңіз көргендей. Сол Херомо иесі бар. Залимхан деген бауырымыз, Ноғай бауырларымыз. Күнбатардан, Күнбатардан. Фазил деген. Сол Фазил деген бауырым звондап айтқан, Бупат сізді күтіп отыр. Бірақ сөз мен алдында айтып қойғанмын енді. Мен келем жақын арада деп. Келіп сөйлесіп, осындай тұлпарларым бар деп, Нугулдың суретін көрді, бірден айтты, алам деп. Білмеймін, оң көзіне де сөйтіп көрінген шығар. Сол бүгінгі таңда Нугул және Сәлсәбел принцесс деген тұлпарымыз Бупат Симардың дайындығында. Енді Сәлсәбел туралы айтып қалдыңыз. Биыл маусым бойы жақсы өнер көрсетті, жүлделі орындардан көрініп жүрді. Оған қандай жоспар құрып отырсыз? Алдағы уақытта біз бәйге алаңынан көруіміз мүмкін ба? Жоқ әлде бие болуы мүмкін ба? Сәлсәбел бүгінгі таңда дем алып тұр, сезон аяқталды. Болашақта көре жатармыз. Жоспар жоқ әзірше. Жақсы, одан кейін азан туралы білгіміз келеді. Енді азан, өзіңіз айтсаңыз, Қазақстанда жақсы шапты, Ресейде жақсы шапты, Дубайға үлкен үмітпен келді, бірақ көпшілік күткендей өнер көрсетпеді деп айтсақ та болатын шығар. Оған не себеп болды? Азаннан енді өзім де үлкен үміт күткенмін. Бірақ бір кемшілігі болды, оны Ресейдегі тренерімізді Сайхан Екеуов деген бір бауырымыз дайындаған. Ол да айтатыным, біз қатты жұмыс бергеннен кейін кішкене артқы аяқтарын созып, жүріңкіре алмай, кішкене бір өзін бір түрлі сезетті. Бірақ бір қарағанда еш жері ауырмайтын сияқты деп. Осына келіп 2 рет өнер көрсетті. Соңында атымызды доғдырға апарып қарасақ, үлкен жаңа паховый грыжа дейді ғой, сондай бар екен. Тамыры 3 айналып кетті. Содан УЗИ жасап, қазір азанымыз айғыр емес пішпе болды. Ат болды ғой? Ат болды, ат. Күтер үмітіміз мол. Азан енді ол Қазақстанда да, жалпы Ресейде де бірінші группа жарыстарда өнер көрсетті. Всероссийский дербиде 3 болды, Грозненский дербиде 2 болды, Гинейде 2 болды. Сондай үштікте жүрді ғой. Бірақ осында келгеннен кейін кішкене ауруы асқынды ма деп ойлаймыз. Сондықтан енді доғдырлар міндет түрінде операция жасау керек деп, көп ойланбай шешім қабылдап, қазір оны ат қылдық. Жақсы. Құрметті көрермен, Марат ағамыз біраз жылдың жүзі болды. Осы аттың жанында жүр, атбегілік өнермен айналысады. Қазақстандағы ұшқыр бәйгелердің біраз ұнатты. Ресейде Принц Роуз атты тұлпарымен де керемет өнер көрсетті. Жылдың жүйрігі атанды. Солай ғой, Марат ағам. Енді өзіңіздің аузыңыздан естігіміз келеді. Қанша уақыттан бері аттың жанындасыз? 13 жасымнан. 13 жасымнан. Әкем көп жылдар зоотехник болды. Сол 13 жасымда алғашқы атымды бәйге қосып, сол Ақжал деген тұлпарым болған. Сол тұлпарымыз бас жүлде ұтып наурызда. Содан осы үзілмей келе жатыр, Аллаға шүкір. Енді осы уақытқа дейін Қазақстанда да көп бәйге ұттыңыз, Ресейде ұттыңыз. Алланың бұйрығымен Нугулмен осы жақта да ұтып жатсыз. Енді әрбір атбегінің өзіне бір ең жақын тартатын аты болады. Оны өзіңіз ішіңізде сезіп тұрған шығар, бірақ енді қазір бұл сұраққа жауап бер деп қинамай қойайын. Алдағы уақытта біздің білуімізше тағы ат қосасыз. Сол аттарыңыз бәйге қосылғаннан кейін бұл сұраққа жауап алсам деген ойым бар. Енді келесі сұраққа өте берейін бірден. Принц Роуз туралы ақпарат бере кетсеңіз. Принц Роуз осы Майдан ипподромында шапты, бірақ білуімізше қазір сіздікі емес. Бірақ енді сіздің атақ абыройыңыздың көтерілуіне бір себепкер болған тұлпардың бірі ғой. Сол туралы айтып берсеңіз. Great Lighting вновь возвращает себе лидерство, и тут же рядом с ним по бровке Принц Роуз. Great Lighting немножко впереди, Джайнт Роп делает бросок, но Great Lighting и Принц Роуз последние метры. Принц Роуз! Принц Роуз енді өзі бір ерекше тұлпар. Шын айтса, ол
тұлпардың маған жақсылығы шексіз. Өйткені Ресей Федерациясында көптеген, жүздеген, мың деген тұлпарлардың арасында үздік болу деген өзіңіз білесіз ол енді. Топ жарып енді жылатын қазақ еліне қанжығасына байлады. Бүгінгі таңда енді өзі ерекше тұлпар, Нугулико бір тренерде тұр, өзіңіз білесіз. Жақсы ат енді, болашағы зор болсын енді. Менде жақсы шапты, қазір басқа ат. Иесі басқа қазір? Иесі басқа. Сатып жібердіңіз? Сатып жібердім. Сатып жібердім. Принц Роуздың да үлкен көмегі болды маған. Осы қазіргі тұлпарларымыз осы жерге келіп атқан, соның жолын бәрін көтеріп, осы жерге келіп, дайындықта жаңа конюшня, содержаниясы бар, басқасы бар, соның барлығы енді Принц Роуздың үлкен үлесі бар бұған. Принц Роуз келгенде де маған бір үлкен жақсылығымен, олжасымен келіп сатып жібергеннен кейін де бүгінгі таңға дейін Принц Роузға үй ішімізбен рахмет айтамыз. Ол енді тұлпар енді теңдесі жоқ тұлпар, ары қарай жұлдыз жанып жаңа есін қуандыра берсін, жаңа жеңістерге жете берсін. Сондықтан енді басымды иіп тұрып рахмет айтамын ол тұлпарға. Алдағы жоспарыңызға келейікші. Біз көріп отырмыз Нугу, Салсабил, Азан, осы үш тұлпарыңыз осында. Басқа аттар әкелу ойда бар ма, жоспарда бар ма? Әрине енді Қазақстанда біз өзіміз өнер көрсеттік көп жылдары бойы. Бала күнімнен деп айтсақ болады. Мына ұшқыр жарыстың өзінде жүргеніме 20 жылдан асып кетті. Ресей Федерациясына бардық та осы қазақтың туын желбіретіп, әнұран ойнаттық. Өзіңіз көрдіңіз, өзіңіз білесіз. Көптеген көрермендер біледі. Сондықтан енді алғашқы қадам деп Дубайға келіп, ары қарай өнер көрсетсек пе деген ой бар. Осы жерге келіп бір қазақ әнұран ойнатып, қазақтың көк туын желбіретсем деген арманым бар. Өзіңіз білесіз, енді әр спортшының өзінің арманы бар ғой, шыңға шығуға. Сондықтан мен олимпиада сияқты ғой, біз үшін енді ат спортында жүргеннен кейін енді шыңына шыққымыз келеді. Арманымыз енді сол. Бір жеңісті әкеліп, елге, қазақ еліне бір арнаса екен, іштей арман, енді ол құпия емес, мен ашық айтып жатырмын. Өйткені осы жерге келгеннен кейін мен жай қатысу үшін келген жоқпын, мен осы жерге келгеннен кейін отанба деген оймен, отанба деген ниетпен келдім. Жақсы, енді еңбектеніп жатсыздар, жұмыстарыңызды көрдім. Бубат Симардың ат қорасына бардық, оны көрдік. Әли Мырзаның ат қорасында көрдік. Дайындықтар жаман емес, енді алдағы маусымда сіздерге тек қана сәттілік тілеймін. Рахмет. Енді осы шұқыр бәйге қызығатын жастар көп, көптеген Қазақстан азаматтары көп. Олар нені білу керек? Бұл бәйге келу үшін, бұл бәйге қатысу үшін нені білу керек, нені ескеру керек? Тай атқа жеткізер, ат мұратқа жеткізер деген қазақтың сөзі бар ғой. Бұл жерде еңбектену керек. Енді ат спортында үш нәрсе бар ол. Еңбек, және тағы да еңбек. Сол үш нәрсе бар, енді ол үлкен шыдамлылық керек атқа. Шыдамлық және тағы да шыдамлылық. Мен жастықпен жақсы аттар қолыма түсті, бірақ ана бәйге қосқым келіп, мына бәйге қосқым келіп, сәл енді атты жолдан тайдырып алдым. Сондықтан менің қателігімді қазіргі жастар жасамау керек. Жақсы ат қолдарыңа түсті ма, оны баптау керек, уақытын күту керек, жан-жақпен сырласу керек. Егерде ол ат Дубайға келіп көрсете алатындай өнері бар, бойында күш-қуат болса, неге әкелмеске? Осы жерге көптеген қазақтың азаматтары келіп ат қосып жатыр. Біз енді келіп жатсақ, басқа елдер бұл жерге уже паналап алған 10 жыл, 15 жыл. Сондықтан енді бұл енді үлкен бір жаңалық емес. Бұл жерге келіп елдің бәрі ат қосып жатыр. Өзіміз де сияқты. Сондықтан еңбектенду керек. Еңбектенсе келеді осы жерге. Мен де енді жастарға, артқы буынға үлгі болғым келеді. Менің жетістігіме жетсін, менен тіпті асып кетсін, мен тек қуанамын. Сондықтан енді ол үлкен еңбекпен келетін дүние. Жақсы, енді сізге мына сұрақты қойғым келіп отыр. Күні кеше дәл осы Майдан ипподромында финалдық кезең болды. Өңшең үздіктер топ бастай алмады, бас жүлдені ала алмады. Сіздің ойыңызды білгім келеді. Неге осы жуан бесікте жүрген аттар бұл жолы бәйгені иеленіп кетті? Мықтылар неге екінші, үшінші болып қалды деген сұрақ келіп отыр. Сіздің ойыңыз, жеке ойыңыз? Жалпы қай спортта спорт сонысымен қызық қой. Фавориттер ұтылады, жаңа фавориттер шығады, жаңа чемпиондар шығады дегендей көптеген тұлпарлар, жаңа Forever Young деген
романтик ойлау. Менің жеке ойым Саудиде күшін беріп қойды. Саудиде күшін беріп қойды. Падыкте өзіңіз байқаған шығарсыз. Мен сізге айттым ғой, романтик ойлау ондай дайындықта тұрған жоқ деп. Forever Young'та сәл артқы аяқтары сүйретіліп басылып баратты ма, бір өзіме солай көрінді ма, ай шаршап қалды деп ойлап едім, көзім алдамаған екен, рас солай болды. Бірақ 11 ат қатысты ғой халықаралық Дубай кубогына. 11-де осалай емес. Жуан бестікті жүрген, 2-3 алып жүрген, 1 орын алып жүрген өңшең кіл мықтылар. Солардың арасынан Дара үзіп Хитшоу келді. Енді бұған әкеліп тұрған себебім, менде осы жердегі бәйгелердің арасындағы биігі халықаралық Дубай кубогі ғой. Бұйырса, жүйріктеріңізбен сол жүлдеге жетіңіз. Біздің тілек сол. Рахмет, айтқаныңыз келсін. Қымбатты көрермен, осымен біздің Марат ағамызбен сұхбатымыз мәресіне жетті. Естідіңіздер, Марат ағамыздың алдағы уақытта тағы да жаңалығы болуы мүмкін. Біз оны әлеуметтік желіде, болмаса YouTube платформасында жариялай жатармыз. Әзірге не естідіңіздер, алдағы маусымға қызу дайындықпен кіріскелі жатыр. Тек қана сәттілік тілейміз сізге. Енді осымен біздің бағдарламамыз соңына жетті. Аман болыңыздар, жеңісті күндерде жүздескенше.